Достар, бүгін мастер-класс өтеміз. Осындай бирка жасаймыз. Бұл биркалар неше түрлі магниттерге, немесе птичье молоко салуыңызға болады. Ойыншықтар, носки, неше түрлі заттар сала береді. Идея адамнан өте көп. Бұған неше түрлі пакеттер болады. 10 см, 12 см, 9, 8, 7. Сол үшін біз стандартный қылып келу үшін, көп нәрсеге келу үшін 12 сантиметрге дейін біздің этикеткаларымыз пакеттерге келетін қылып жасадық. Сол себепті міндетті түрде 12 сантиметрге дейін ғана пакетик алыңыз. Мынау міне дайын шаблон. Шаблонға міндетті түрде сіз текстін жазасыз. Бұл шаблондардың барлығы менің телеграм каналымда. Каналыма өту үшін міндетті түрде YouTube каналыма подписка жасаңыз. Және де WhatsApp номерімді видеоның астында тастап кетемін. WhatsApp номерге маған хабарласыңыз. Бұл шаблон 12 сантиметрге арналған этикетка. Қазір специально сіздерге 10 сантиметрлік пакетикпен жұмыс жасап көрсетем. Осылай қақ ортасынан бір майыстырасыз. Текст жазуға ұмытпаңыз. Осылай майыстырғаннан кейін осылай кигізесіз. Көріп тұрғандағыдай 2 сантиметр екі шетінен артық. Сол себепті осылай сіз қиып тастауыңызға болады. Екі шетінен қиып тастайсыз. Примерно қанша керек, сонша қиып тастауыңызға болады. Содан кейін мынандай степлер алдым. Арнайы осыған алдым. Скоптары кішкентай, жіңішке, әдемі болып көріну үшін екі шетінен осылай қысасыз. Мынау мысалға бізге магнитикке как раз келеді. Осылай екі шетінен қысып болғаннан кейін ішіне өзіңізге керек затты, немесе вообще осылай бересіз, ішіне ештеңе салмай. Клиент өзі салып осылай жабады. Артқа қарай клейка жағын міндетті түрде артқа кететін қылып қойыңыз. Мысалға мынаны 100 штугын 500 теңгеге сатып алдым. Соны ұмытпаңыз. Осындай шығады. Неше түрлісін істеуге болады. Жақсы, сау болыңыз.